Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы несеп қуық, яғни везика уринария немесе грекше цистит деп аталады. Яғни несеп қуық біздің организмімізде резервуарлық қызмет атқарады және эвакуаторлық. Ол деп отқанымыз зәрді, яғни жинаушы, эвакуаторлық несеп шығару өзегі арқылы зәрді сыртқа шығару болып табылады. Орташа сыйымдылығы 500 мл, ал адамның жастық ерекшелігіне байланысты 250 мл-ден 750 мл-ге дейін сыйымдылық береді. Яғни бос кезде бізде сопақша тығыз пішінді болып келеді, ал толған кезде домалақ пішінді. Сыртқы құрылысына келетін болсақ, яғни несеп қуықтың ұшын ажыратамыз. Апекс везика бізде алдыңғы жоғарғы тарылған бөлігі, оны келесі суреттен көрсететін боламын толығымен. Денесін ажыратамыз, көріп отқандай корпус везика ортаңғы, және түбі фундус везика кеңейген бөлігі, және мойны сервикс везика. Яғни қуықтың несеп шығару өзегіне ауысатын жері мынау несеп шығару өзегі. Яғни мұнда бізде несеп шығару тесігі орналасқан, яғни көріп отырғанымыздай остеум уретра интернум орналасады. Топографиясына келетін болсақ, ер адамдар мен әйел адамдарда әртүрлі болып келеді. Жаңа мен көрсетем деген, яғни апекс везика міне тарылған бөлігі, яғни алға қарай бағытталған, қасаға қарай, белдің алдыңғы іш бөлігіне қарай. Ер адамдарда енді топографиясында артқы жағында көріп отқанымызда ректум орналасады, тікшек, және шәует көпіршіктері, везика семиналис, және бізде шәует шығаратын түтіктің ампуласы орналасқан, дуктус деференстің ампуласы. Және түбі простата безі көріп отқанымыздай, және үстінде жіңішке ішектің ілмектері құрайды. Енді осы несеп қуықтың бір орында тұру үшін фиксациялық аппараттар қатысады екен. Ол фиксациялық аппараттарға негізінен байламдар жатады. Яғни әйелдер мен ерлерде де болатын байлам ол ортаңғы кіндік байламы. Мына жақта урахус дегеніміз осы ортаңғы кіндік байламы. Ал келесі ерлерде ғана болатын байлам ол қасаға, яғни простата байламы, лигаментум пуба простатикум. Енді әйелдердің көретін болсақ, әйелдерде мысалы фиксациялық аппаратында қасаға қуық байламы, қасағаға қуық тікелей. Және ұшқы жағында жаңа айтып кеткенде ортаңғы кіндік байламы ортақ болады екен, лигаментум умбиликали медианум. Енді топографиясында әйелдерде артқы жағында, яғни ректум орналаспайды, оларда жатыр бар, яғни жатырдың мойны міне және қынап орналасады. Ал үстіңгі жағында жатырдың түбі мен денесі орналасады екеуі. Ал астыңғы жағы еркектердегі мысалы простата жоқ қой әйелдерде, сол үшін кіші жамбас диафрагмасына тіреледі. Кіші жамбас диафрагмасын, яғни бұлшықеттер құрайды негізінен. Енді ерлерде және әйелдерде бізде айтып кететін нәрсе, зәрге қуық толған кезде және бос кезінде екі түрлі шастармен қапталады. Бос кезінде бір ғана жағынан, яғни экстраперитониалды қапталады, жоғарғы жағынан ғана қапталады. Ал мынау зәрге толған кезде қуық бізде үш жағынан қапталады, яғни үстіңгі жағынан ғана емес, бүйір жағынан да, артқы жақтарынан да бізде шастармен. Артқы жағынан да шастармен қапталған кезде бізде өзара, яғни ұңғылдарды түзеді. Ерлерде бұл тікшек пен қуықтың арасындағы ұңғыл, яғни экскавация ректа физикалис болса, ал әйел адамдарда жатыр қуық ойысы, ұңғылы немесе экскавация везика утерина. Мына көрсек болады. Және ішкі құрылысы. Ішкі құрылысы 3 қабаттан тұрады, яғни ең сыртынан бастап ішіне қарай кіретін болсақ, сыртқы жағы бізде іш астар немесе адвентицадан, одан кейін көріп тұрғанымызда бұлшықетті қабат. Бұлшықетті қабаттың өзі 3 түрлі қабаттан тұрады екен, яғни ол сыртқы қабаты бойлық, ортаңғысы циркулярлы, яғни қоршап орналасқан, және ішкі қабаты бойлық, 3 қабат. Осы 3 қабатты бұлшықеттер бірге отырып, бізде мускулус детрузор везиканы құрайды, яғни детрузор бұлшықет. Детрузор бізде қуықты босатады. Ол қалай? Яғни осы барлық бұлшықеттер бірігіп жиырылған жағдайда қуықты несеп шығару өзегі арқылы сыртқа шығарады міне. Және осы жерде қарап тұрсақ, несеп шығару өзегіне қарай остеум уретра интернум, ішкі сфинктер орналасады.
Енді шышты қабық. Шышты қабығы ең ішкі қабығы болып табылады. Шышты қабықтың өзінің ерекшеліктері бар. Несеп қуық бізде бос болған кезде бұл қатпарлар түседі. Ал несеп қуық зәрге толған кезде қатпарлар жазылады. Бізде бір аймақ бар, яғни несеп қуық бізде зәрге толғанда да, бос кезінде де қатпар түзілмейді. Ол бізде көріп тұрған тригонум везика. Тригонум везиканы бізде 3 тесік қалыптастырады. 2 тесік бұл несеп ағардың шығатын. Біз алдыңғы лекцияда айтып кеткен болатын, көрсеңіздер болады. Несеп ағардың 3 бөлігі бар. Құрсақ, жамбас, қабырға ішкі. Осы қабырға ішкі бөлігі бізде былай келеді де 1,5-2 см қиғаш бағытта өтіп несеп қуыққа енетін болады. Сол жерінде остеум уретеристі түзеді. Сол арқылы оң жақ, сол жағында остеум уретерис, декстер, синистер түзіледі. Олардың араларында плика интеруретерика және төменгі жағында остеум уретра интернум шектейтін. Осы үшеуі жаңағы тригонум везиканы шектейтін болады. Және остеум уретрум интернумның орналасқан жерінде бізде қуық тілшесін байқасақ болады. Увула везика. Келесіде несеп қуықтың қанмен қамтамасыз етілуі. Яғни бұл қалай ішкі мықын артерияларынан келетін тармақтармен қамтамасыз етіледі. Ол артерия визикалис инфериор және артерия визикалис супериор. Мына жақтан декстран көрсек болады. Яғни ұшы мен денесін жоғарғы қуық артериялары. Артерия визика инфериор. Ол бізде кіндік артериясынан тармақ береді. Ал жаңағы артерия визикалис инфериор бізде ішкі мықын артериясы, артерия илиака интернадан береді. Ол түбімен бүйір қабырғаларын. Және веналық өрімдерін айтсақ болады. Плексус венозус везика уринария және қуық веналары вена визикалис. Ол ішкі мықын венасына қарай құяды. Лимфа тамырлары ішкі мықын лимфа түйіндеріне ашылады. Ноди лимфатики илиака интернаға. Келесі нервтенуі бізде 3 түрлі жолмен, симпатикалық, парасимпатикалық, сезімтал жолдар арқылы. Бұл симпатикалық бізде төменгі құрсақ асты өріміне плексус гипогастрикус инфериор арқылы, және парасимпатикалық нервус спланхники пельвини арқылы, және сезімтал бізде 8 көз өрімі плексус сакралис және нервус пудендус жыныс нервтері арқылы төменгі жағынан. Егер де видео ұнаған болса, тіркеліп достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.